Мен бұны негізі ешкімге айта бермейтін едім, бірақ ең бірінші жаман аурумен ауырғанымды естіттім өзім. Баста бір образование бар деді. Мүмкін емес қой, соншама жыл кәсіппен істеп келе жатырмын. Ал қазір адамдардың бәрі анализға кеткендіктен сол ауруда қазір болып жатқан күйзелістер, депрессиялардың бәрі баламен қандай да бір қарым қатынасын алып жатады. Соны бір алладан келіп жатқан бір сынақ есебінде қабылдайды. Барлық адамдар Құдайды бір жерден іздеп жүр. Құдай ішінде. Мен бір проблемам шешіп бер, немесе бір күнәмді кешір. Алламен келісім шартқа отыруға бола ма? Ол туралы мен қазір бөлек өзім тоқталып кетем. Әруақ, рух, вообще ол жаққа кіруге болмайды. Әлемімен, әлемінің правительдері бар ғой, олардың да келісім шартқа отырғанда, сендер біздің әлемге араласпаңдар, біз сендердің әлемдеріңе кірмейміз деген сияқты. Адамдар қазір соны бұза бастағаннан кейін паническая атака. Бұл адамның ішкі жан күйзелісі түсіндіре алмайды. Қасындағы адамға да түсіндіре алмайды. Медицина барса денсаулығының барлығы идеальны, тап-таза, жүрек барлығы, бірақ адамда ұйқы жоқ, мазасыздық, страх смерті, өліп қалам ба дегеннен қорқады, бір нәрсеге жете алмай қалам ба деген қорқады. Негізі на самом деле реинкарнацияның өзі иллюзия. Бірақ смысл жоқ, жанның тыныштығы жоқ. Күйініп отыр. Ол ойлайды, мен бәрін істеп тастадым, менде үйде бар, машинада бар, анау да бар. Бірақ бір тыныштық жоқ ішінде. Қазір екеумізді осуждать етіп жатқан адамдар бар. Шешіндіріп тастайды. Полный. Дадау бүйтіп айтады ғой, мен сені дейді, Алла жоқ дегенге дейін апарам дейді. Эгоны сындыру ғой бұл. Ерке, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Уағалейкум ассалам, жақсы. Сізге бір сұрағым. Осы Алтай Серікбайды көп тыңдадым, сізге дейін. Жоқ дегенде жарты жыл. Бірақ көп сұрақтарға жауап таба алмадым, себебі орысша болғандықтан шығар. Ал сізді TikTok желісінде көрдім, ояну бойынша енді бастап жатыр екенсіз, осы қазақ аудиториясында. Сізге сұрақ, өзіңіз қалай келдіңіз, және ояну деген бұл қандай бағыт? Оянуға жалпы адам көбінше через кризис келеді ғой. Кризис әртүрлі болуы мүмкін. Материалдық тұрғыдан істеп жатқан бизнестің бәрі аяқ астынан құлай бастайды. Өзің түсіндіре алмайсың, не үшін құлап жатырған. Немесе денсаулықтан шалынуы мүмкін. Өзің түсінбейсің. Жүріп келіп құлай саласың. Немесе отношение. Жақсы көретін адамың, немесе соған байланысты адамдар өміріңнен жоғала бастайды. И онда өзің түсіндіре алмайсың. Жалпы ояну деген бұл иллюзиядан шығу. Өзіңнің жаныңның ояну деп айтсам шатаспаймын. Өзіңді тыңдау, масканы шешу, иллюзиядан шығу. Сонда түсінгенім бойынша оянуға келу үшін адам қандай да бір қиындық, бір этаптардан өту қажет. Демек, сіз де содан өттіңіз ба? Әрине. Одан өтпесек оянуға келмейміз ғой. Аллаға жақындау. Мен сіздерге айтайын. Бәрі жақсы болса ешкім жақындамайды ғой. Қиналған кезде адамдар Алланы іздей бастайды. Ояну да бұл Алламен байланысты. Просто дінде Алланы бір жоғарыдан бір жерден іздейсің да, ал оянуда Алланы іштен сезінесің. Разницасын сезіп тұрсың ба? Іштен сезінесің. Сезіп тұрмын, бірақ енді өз жолыңыз қалай болған? Қандай қиындықтар өтті басыңыздан оянуға келетіндей? Мен бұны негізі ешкімге айта бермейтін едім, бірақ ең бірінші жаман аурумен ауырғанымды естіттім өзім. Баста бір образование бар деді. Ол жоқ қазір. И не істедім, оны бірден естіген кейін, как будто бір әлем тоқтап қалған сияқты болды да, и бөлмеме кіріп алдым да шықпай қойдым болды. Ешкіммен сөйлескім келмей қалды. Как будто өмір тоқтап қалған сияқты болды. Өмір де жалғасып жатыр ғой. И сонымен іздене бастадым, қалай болды. Мүмкін емес қой, соншама жыл кәсіппен істеп келе жатырмын. Біраз аудиториялар жинап алғам мысалы. И осылай бітті ма не бәрі деген ой келеді ғой.
сөйтсем бітпеген екен. Бұл ойынның енді басталуы, көрдің бе? Оянуға келген екен. Сонымен уже именно осы моментте кризисте, депрессияда жүрген кезде мен кімді көріп қаламын? Алтайды. Сонымен осы жолға түсемін. Ол жерде мен Алтай бір жаңа бір нәрселер берді деп ойламаймын. Мен де қазір оянам деп жүрген адамдарға көмек беріп жатырмын ғой, бірақ как жол көрсетуші ретінде де. Бір авторлық бір құқығым бар, бір методика ойлап таптым деп айта алмаймын да. Просто адамның ішіндегі бір запростарды жауабын айтып бересің. Адам өзінің ішіне түңіліп қараса барлық ответтер бар ғой негізі. Жауаптардың бәрі ішінде жатыр. Қарамайды да олар. Эгосы өткізбейді. Осы эго демекші. Эгоны қалай ажыратылады адам? Және эгоның адамның өмір сүруінде қаншалықты жеңіл немесе ауыр? Эго өте ауыр ғой. Эгосы бар адам, жеке тұлғасы бар, личности бар адамның эгосы болады ол. Шаң тозаңдай болса да болады. Оны ажыратудың бір жолы бар. Кез келген өміріңе келген жағдайға реакция арқылы да. Мысалы бір қиын жағдай түсті, немесе жақсы бір жағдай түсті. Егер бірден оны анализға салып, ойлап кететін болсаң, осознанно емес. Ол сенің қазіргі өміріңдегі центрің, тақта отырған эго ішіңдегі. Оны оянуда, как раз таки оянудың екінші этапында осы тақта отырған эгоны оны алып тастай алмайсың. Келіп жатқан ойларды алып тастай алмайсың. Бұны екінші орынға түсіріп, өзіңе қызметкер ретінде қойып қоюға болады да оларды. Сол кезде өмір, тамаша өмір сүре бастайсың. Ал қазір адамдардың бәрі анализға кеткендіктен сол ауруда қазір болып жатқан күйзелістер, депрессиялардың бәрі центр, опора, тірек эго болып тұр. Бірден анализға кетеді. Кез келген ситуация ойға кіріп кетеді болды. Ал мана дін деп қалдыңыз, дінге келетін болсақ, соңғы кездері адам баласы дұға жасаймын, дұға қабыл болмайды дейді. Бір. Екінші мәселеде баламен қандай да бір қарым-қатынаста сыналып жатады. Соны бір алладан келіп жатқан бір сынақ есебінде қабылдайды. Кейбір сұрақтарда мақалалар тыңдайтын болсақ, қандай бір ауру немесе күнә болып жатса, бұл сенің бір жасаған күнәларыңа бір кешірім деген ақпараттар келіп жатады. Соған сіз Адам өз-өзіне қойып алған догмалар ғой. Ешкім сынап атқан жоқ. Алла сені тек жақсы көреді болды. Адам өз-өзін сынап атыр. Просто бір рухани заңдар бар да. Мысалы, кармический закон дейді. Соған жақсылап қарап көру керек. Адам өзінің ой адамның ойы программа ғой. Адам ойы программа. Оны ақылмен комментировать ете бастайсың. Ой келді мысалы, мә деп бір ситуация келді, и комментарий кетті. Фантастика кетіп жатыр ар жақта, ой алып кетті уже. И сен оған уже смысл, маңыз бересің да, и вниманияда ұстап тұрсаң, сол ой сенің реальностың айналады. Көрдің бе? Ал егер оған внимание бермейтін болсаң, шеттен өз ойыңды қарайтын болсаң, ол программа уже іске қосылмайды. Сол үшін дін демекші, мысалы дінді айтып отырсыздар. Барлық адамдар Құдайды бір жерден іздеп жүр. Құдай ішіңде, оны еш жерден іздеудің қажеті жоқ. Ол сенің между дыханием дейді ғой, тыныс алу ортасында тұр. Екі ойыңның ортасында тұр. Жүрек қағысыңның ортасында тұр. Ішкі пространствода тұр. Просто адамдар өзінің проблемасынан, өзінің эгосынан, личностынан оны көрмейді, оны жауып тастаған. Дінге келетін болсақ, дін ол Құдайды тану мектебі десем шатаспаймын. Оны тану керек. Карл Юнг та мысалы айтады ғой, дін бұл Аллаға апаратын есік дейді мысалы да. Есікті ашудың орнына сендер есікке сыйынып кеттіңдер дейді. Сонда есіктің ашу болатын болса, ал дінге сыйынып кетті дейсіз. Енді сол Аллаға бағыттайтын қандай жолдар? Мысалы, намаз оқып жатсың ба, намаз медитация.
Адамдар неге айналдырып алды? Договорға, келісім шартқа. Мен намаз оқимын, сен маған бірдеме бер. Түпкі ниет сондай емес па не? Мен бір проблемамды шешіп бер, немесе бір күнәмді кешір. Алламен келісім шартқа отыруға бола ма? Жоқ. Ал карма дегенге толығырақ осы жерде тоқталып кетсек, қазіргі уақытта адамдарды адастырып жатқан мәселелер көп. Ата тек тазалау деген бар, рух деген тақырыптар көп қазір. Саныңдай тағдырың қалай болатынын шешіп берем дегендер көп. Әр нәрсені қарап адам қазір адасуда жүр. Немен, қалай? Оны мен адасу деп ойламаймын. Ол ойын. Спираль динамика деген ілімнің ішінде адамдар әр ойынға тою керек, оянуға келуден алдын. Рухпен жүріп көр біраз. Тоясың сен, бірақ оның түбіне жете алмайсың. Ол туралы мен қазір бөлек өзім тоқталып кетем. Әруақ, рух, вообще о жаққа кіруге болмайды. Запрет о жаққа кіру. О жақтан жаман бір энергетика алып ұстап қаласың, өзің ілініп қалады. Сол үшін барлық енді ғылымдарды алып қарайтын болсақ, рухани жағынан исламда бұны суфилар дейді. Алламен тығыз сезініп байланыс ұстау. Буддизмда бар бұл, о жерде абсолют деп, мысалы атман, брахман деп жатады, мысалы индуизмда, барлық жерде бар да, бұл барлық ілімде, рухани ілімде, направление бағыттарда. И олардың бәрі бірдей сөзбен айтады да, кірмеңдер, рухтарға кірмеңдер, жындарға тиіспеңдер дейді суфилар. Ол сенің қазір о жаққа кірдің ба, енді бұл черный магия болып есептеледі. Ол жақ запретный мир. И о жаққа кіргеннен кейін адам, суфилар, мысалы мықты суфилар, ғылымдар, олардың әлемімен, әлемінің правительдері бар ғой, олардың да келісім шартқа отырғанда, сендер біздің әлемге араласпаңдар, біз сендердің әлемдеріңе кірмейміз деген сияқты. Адамдар қазір соны бұза бастағаннан кейін жындарда мынандай қасиет бар, ол ата бабасы болып бейнесіне келе береді адамдар. Сонда адам өзінің туған ата бабасын көріп тұрғандай болады да өзін. Солай заблуждениеға кетеді, и сол әлемдегі бір жаман энергетиканы не істеп қалады? Жабысып қалады. Оның өзін потом құтылып көр. Мысалы индуизмдер, олар былай айтады. Бұл жерде о жақта ғылымдар былай айтады. Егер сен ол әлемге кіретін болсаң, черный магиямен айналысатын болсаң, сен келесі перевоплощение дейді ғой, адам келесі өміріңде жын болып туыласың дейді. Көрдіңдер ма? Так что туда запрет. Ол жерде вообще ол иллюзия негізі, ол жерге кіресің тек қана мынау қазір пробуждение, ояну бар, оянудан кейін просветление өтеді ғой. Просветленияда сен Алланы сезінген кезде сен уже саған рұқсат беріледі, сен іштегі бір қасиетің оянады. Тікелей ілімдер дейді ғой. Сен азанда тұрдың, просветленияға келгенде, и байқайсың сен аяқ астынан 5-6 тіл білесің. Өзіңнен өзің оқымай-ақ. Ол қалай? Прямые знания дейді. Оны ешкім түсіндіре алмайды. Просто ішіңдегі бір ілімдердің оянуы, бір қасиеттердің оянуы. Или бір адамдарды емдейтін болып оянып кетуі мүмкін. Просто қолын ұстадың, ана емделіп кетті. Сонда қазіргі целительдер, қолын ұстасам, емдеп берем, алақанымды ашсам, оқып берем деген, сонда сол осы деңгейдегі адамдар ма? Мен қазір Қазақстанда именно пробуждениеден просветленияға өткен адам сезген жоқпын әлі. Мен сезем қазір осы ситуацияда, осы состояниеда. Адамдар сезесің. Жақсы. Ал сізге бірнеше адамдар келген шығар уже консультацияға. Соның ішінде қазіргі тақырыпта ең қызығы паническая атака. Бұл адамның ішкі жан күйзелісі түсіндіре алмайды. Қасындағы адамға да түсіндіре алмайды. Медицина барса денсаулығың барлығы идеально, тап-таза, жүрек барлығы, бірақ адамда ұйқы жоқ, мазасыздық, страх смерті, өліп қалам ба дегеннен қорқады, бір нәрсеге жете алмай қалам ба деген қорқады. Ойда өте шум көп. Бұл ненің белгісі сонда? Бұл ғылымдар бұған ешқандай жауап бере алмайды да, өткен бұл трансперсональный
область дейді ғой, наукада, ғылымда. Бұл жеке адамның. Ғылымдарда көп кіре бермейді ол жерге. Сол үшін бұны тек қана осы оянумен, просветление арқылы адамдар шығарып алуға болады кез келген аурудан. То есть мен шығармаймын, адам өз-өзін шығарып алады. Оған жол көрсетесің. Бірінші, ол адам панический атакаға келетін кезде оймен келіп жатыр ғой. Да. Ой ғой, любой ауруға алып келетін ой. Мына оянуға келген кезде сен өз ойың емес екенін түсінесің да. Қазір мысалы қара, сен маған қарап отырсың, иә? Стаканға қараш. Кім қарап отыр? Мен. Кім ол мен? Егер бет тұрғыда алатын болса, қазір ода Қайрат. Қайрат дегенді аттап тастасақ кім қалды? Ешкім. Енді ой келіп жатыр, иә? Қазір. Қазір сіздің қасыңызда ешқандай ой жоқ. Жалпы ой бар деп ойлаймын. Жақсы. Соны кім көріп тұр? Көріп тұрсың ба сен ой келіп жатқан? Да. Ой өз-өзін көре ала ма? Жоқ. Енді демек кім көріп тұр оны? Оны қалай түсіндіресің? Мен қалай түсіндіремін? Мен оны түсінбеймін өз тұрғымда. Не көріп тұрған қазір? Как-то вот адасу сияқты. Адасып тұрсың, қалай не болып жатыр деген сияқты. Оны түсінуге ұмтылма. Ми, конечно, әрдайым бір фактылар қойғысы келеді, бір нүктелер қойғысы келеді. Оны сен оймен түсіндіре алмайсың. Оны тек сезінесің. Ой келіп жатыр, келе берсін. Күреспе сен онымен. Сен оны қарап тұрсың, болды. Кім қарап тұрған сен іздеме. Бірақ сен емес екенін түсінесің. Сен ойсың ба енді? Сізбен сұхбатқа дейін неше түрлі ой келіп жатырды, сұрақтар бойынша. Но сізбен сөйлесіп қалған кезде осы сұрақ жоғала бастайды. Ол ненің белгісі сонда? Бұл осы поле дейді оны. Поле просветленного дейді ғой. Бірақ мен ұнатпаймын, что мен просветленный, мынау деп айтқанынше. Поле просветленный ол уже сондай вибрациялар бере бастайды. Шеттегі көріп тұрған адам сезеді оны уже. Түсіне бастайды. Ой жоғала бастайды. И как жеке тұлға ретінде Қайрат отырғысы келіп тұрған жоқ бұл жерде. Сенің жаның тартыла бастайды осы жерге. Ол шындықты көріп тұр. Ол иллюзиядан шығып жатқанын түсініп жатыр. Сол үшін тартылады. Бұл жерде мен түсінбеуің де мүмкін сен, бірақ осы жерде отыра бергің келеді. Или тыңдай бергің келеді. Осы жан қиналу деген мағынасы қандай? Көп айтады, жаным қиналып жатыр дейді, ауырған кезде. Жан қиналмайды, ол жанға бәрібір барабан. Жан үйіне қайтқысы келіп жатыр, болды. Жанның үйі источник болды. Мен бұл әлемді айтам ғой, бұл жеке не үшін әруақтарға не қылмаңдар деп жатырмын да, ол жаққа кетпеңдер, ата тек бәрі, иллюзия оның бәрі. Бұл әлем тек сознание, Алла ғана бұл жерде болды. И мына жерде мынандай нәрсе бар да, мен сіздерге айтайын қазір. Бұл Қайраттың эволюциясы емес. Қайрат өле ма? Қайрат жоқ, физически болды, Қайрат туылмайды бұл жерде. Жоқ Қайрат. Бұл жанның эволюциясы. Бұл әлем. Жан өледі сонда. Біздің түсінігімізше жан адам неден өткеннен. Мысалы сен ата тек деп отырсың ғой, иә? Иә. Сен мысалы как Қайрат өлдің, мысалы жан перерождается басқа жақтан. Бұл может мексиканец, там африканец. Қайда қалды ата тек? Жан бір кармический отработкалерді орындау керек осы әлемде. Ол орындамай, немесе осы әлемде орындау керек, немесе келесі әлемде орындау керек. Келесі өмірде. Ол басқа тұлға туылуы мүмкін жан. Бұны эволюция души дейді да. Бұны ешқандай ғылымдарда ешкім түсіндіре алмайды бұны. Просто сіздер қазір дежавю сондай нәрселермен белгілейсіздер да, как будто бір осы өмірде болып кеткен сияқты бір ощущениялар болады, кейбір моменттер болады, сәйкестеніп қалады ше, сол кезде сенесің. Бұл жерде маған сұрақ қояды да, неге біз сол бұрынғы воплощениямыздағы өмірді біз осы өмірде неғып білмейміз дейді да, оны психикаң көтере алмайды сені. Ол жақта не болған, ол жақта да жақсы жаман уақыттар болды да, ситуациялар болды, жағдайлар болды. Сол үшін егер оны қазір мына жерге миға қосып қоятын болса, адам оны не выдержит.
Сол үшін бұл жерде сенің как личностіңнің эволюциясы десем, мен сенер едім да, ата тек, я там дерево жизни. Адам жоқ болды, иллюзия ол. Негізі на самом деле реинкарнацияның өзі иллюзия определенный уақытта. Мысалы сен қазір оянуға келдің, потом просветление, әулелікке келесің, әулеліктен кейін не болады? Перерождение тоқтайды болды. Адамның жаны Алламен сливаться етеді, источникқа кетеді. Болды. Ол жерде, значит, уже адамның реинкарнациясы да его иллюзия болып кетеді да, уже көрдің бе? Тек қана кім қалады? Жаратушы қалады, болды. Жаратушы қалады. Иә. Енді ояну адам қалай келетінін айттыңыз. Әрбір қиындықтан, барлығынан қиындықтан келуі мүмкін, немесе адам байда болуы мүмкін. Иә, ақша да бар, бәрі бар, жағдай бар. Бірақ смысл жоқ, жанның тыныштығы жоқ. Күйініп отыр. Ол ойлайды, мен бәрін істеп тастадым, менде үй де бар, машина да бар, анау да бар. Бірақ, бір тыныштық жоқ ішінде. Олай да адам келеді оянуға. Не обязательно там только кризис. Бірақ большинство көбінше кризис. Только кризис. Шешіндіріп тастайды. Полный. Дадау бүйтіп айтады ғой, мен сені дейді, Алла жоқ дегенге дейін апарам дейді. Эгоны сындыру ғой бұл. Бұны ойлайды бәрі. Мені сындыру жоқ. Ішіндегі эгоны сындыру. Эго есінде болсын. Вот қазір бізді тыңдап отырған адамдар да бар ғой. Эго шындықты жақсы көрмейді. Эгоны қалай анықтаймын дейді ғой. Эго шындықтың өзі болғысы келеді. Мысалы? Бір нәрсе айтып отырмыз, біз қазір. Егер ойға салып отыр ма адам, оны эгосы сөйлеп отыр. Анализға салып отыр. Не оттап отыр мыналар? Қалай бұл сөйлейді? Потому что біз олар сияқты өмір сүруіміз керек қой. Олар эго өзін құдай санайды да. Қазір екеумізді осуждать етіп жатқан адамдар бар. Неғып бұлай сөйлеп отыр, неғып бұл оттап отыр, неғып бұл бүйтіп сөйлемейді. Эго қалайды, біз солардың ойындағы өмірді өмір сүруіміз керек та. Жоқ, Алла олай жаратқан жоқ бізді. Индивидуальный жаратты. Үйдегі 5 баланың өзі 5 түрлі болып туылады. Әр адамның характері әр түрлі. Почему біз бір адамның ойынша өмір сүруіміз керек? Бүкіл дүние жүзі бойынша эволюция деп айтайық, эволюция. Адам баласы жаратылғаннан бір-бірін өзгерткісі келіп жатыр да. Келіні енесін өзгерткісі келеді, енесі келінін өзгерткісі келеді, әкесі баласын өзгерткісі келеді, әйелі күйеуін өзгерткісі келеді, күйеу әйелін өзгерткісі келеді. Ешкім адамды, вот сен қандайсың Қайрат, сондай ретінде қабылдай алмай жүр да. Сен сондайсың, болды. Солай өмір сүргің келеді, сондай личность. Қандай отбасы бақытты өмір сүреді? Осыны қабылдаған кезде әйелін просто айтады, сен осындай келсің, мен осылай қабылдаймын, мен осылай сені жақсы көремін, болды. Өзгермей ақ қой. И ол да күйеуін ол қандай сондай ретінде қабылдайды. Қай кезде конфликт басталады? Сен под себе өзгерте бастайсың. Осы бала ана туралы айтып кеттіңіз. Қазір кейбір ата-аналар балаларын алысқа оқуға жіберуге қорқады. Және балаларым ауырып қалмай ма деп қорқады. Тревожный состояние қазір жүретіндер өте көп. Осы ана мен бала арасындағы айырмашылық туралы. Енді оянған адам, мен сізге айтайын. Оянған адам, келесі просветленияға өткен адам, даже бірінші этапта оянудың өзінде адам тотальный доверияға түседі. Ол өзі, ойы өз емес екен, даже өзінің денесі өз емес екен, жанын сезе бастайды, жаны оянады. Эго екінші орынға түседі, ой да екінші орынға түседі. Ол сенің достарың болып қалады, союзниктерің болып қалады. Сол кезде адамда тотальный доверие болады. Кімге? Аллаға. Қазір мысалы адамдар сенем дейді Аллаға. Қалай дәлелдейсің сен оны? Переживать етіп жүрсің. Ұмтылып жатсың, бірдеме өзгерткің келеді. Осы уақытқа дейін өзгерттің ме мысалы? Өмір өзінікін жасайды бәрібір. Өзгерте алмайсың. Эго өзгерткісі келеді. Бір статус алғысы келеді, бірдеме істегісі келеді. Қазір өмірлеріңе қарап барсаң,
көп нәрселер күтпеген жерден келген. И осы өмірге, әлемге, Аллаға сену арқылы, тапсыру арқылы адам свободно өмір сүреді. Кіріспейді уже бірдемелер. Өмір өзі подстраивать етіп, бәрі керек нәрсені өзі әкеп қояды. Ол жақсы біледі саған не керек екен. Ол сенің ішіңде, каждый клеткаңда, атомда, қанның ішінде, демнің ішінде, жүректің ішінде, каждый молекула деймін ғой. Сонда мақсатта, жоспарда ештеңе қойылмай ма бұл жерде? Оның бәрі личностьқа керек, жеке тұлғаға, эгоға керек. Статус, мақсат. Бұл жерде ештеме жоқ, просто өмір сүру. Вот кішкентай бала бар ғой, қалай өмір сүреді? Ол ойлай ма, анау не дейді екен, мынау не дейді екен. Пока жеке тұлға, личность пайда болмай, кішкентай бала бұл әлемді познавать етіп жатыр, болды. Любой нәрсені алады, ақтарады, ішін көреді. Ол біреу ойлайды екен, былай демейді. Бір нәрсені аузына салып дәмін көреді. Бәрібір оған. Вот Иса пайғамбар айтып кетеді ғой. Не войдешь в рай, пока не вспомнишь себя ребенком, дейді. Это полный жеке тұлғаның, эгоның жойылуы. Бұны суфизмде Аль-Джунейд Аль-Багдади деген мықты ғылым бар, суфист. Оның өзі фана, бака деп бөледі да. Фана бұл полностью сенің ішіндегі жеке тұлғаның и личностьтің жойылуы дейді. Әрине қорқынышты. Кімге бірақ қорқынышты? Эгоға. Ал бака дейді, бака деген ол қайтадан осы әлемге оралу, адамдардың ортасында болу. Әрине көп адамдар қашып кеткісі келеді, бұл масканы көрген кезде қорқады. Адамдарды көрген кезде қызық емес болып кетеді оларға. Жердің астына кетіп қалғысы келеді. Адамдардың ортасынан тауға шығып кеткісі келеді, ашрамдарға кетіп қалғысы келеді. Бірақ бұл қашу деп ойлаймын. Қашпау керек. Бұл божественное мировозданиенің қарама қайшы іс-әрекеттері. Мирда болу керек. Алланың жаратуы солай да. Сен арқылы Алла сенің ішінде болғаннан кейін осы әлемді Алла өзі тани бастайды. Өзі көре бастайды. Сезіне бастайды. Ояну дейсіз. Қазір қарап отырсақ, осы жағдайлардан шығу жауабы бір ояну сияқты болып көрініп отыр. Но қазіргі проработкілер әртүрлі психологически. Бұлар қажет па? Әрине. Оянуға айтып отырмын ғой, Қайрат. Оянуға адам дайын болмай піспей келмейді. Сен 5-6 жыл психологияда жүруің керексің. Тоясың ол жерде де. Уже психология өтпейді саған, айтасың. Шаршадым мен дейсің. Тым бетесінде ақшаның артынан қолайыншы дейсің. Бір 15-20 жыл ақшаның артынан қолайсың. Бизнес. Таппайсың ол жерден де өзіңді. Дейсің, болмады ма? Жоқ, дінге барайын дейсің. Дінге барасында, дінде біраз жыл ойнайсың. Басында эмоция, бәрі. Любой жерде бірінші барған кезде эмоция болады, бәрі құлшыныс, бірақ ол да өше бастайды уже. Имам Аль-Газалидің өмірін алатын болсақ, ол вообще теолог болған ғой, дінде талай жыл жүрген адам, 1000 жылдық имам статусын алған. Бір күн бәрін тастайды, 11 жылға жоқ болып кетеді. Ойлашы. Ол ойынды да ойнайсың да, перспектива дейді да бұны. Одан кейін одан шаршайсың, политикаға кетуің мүмкін, там власть. Өз жерде де тыныштық таппайсың. Осының бәрі перспективалардан өтіп тойған кезде ең соңында осы конечный результат бұл ояну, жанның үйге қайтуы. Ояну үшін не істеу керек? Қалай жолдары бар ма, оның арнайы бір тақырыптары, ол жағынан қалай көмектесіп жатсыз? Оянуда өзінің этаптары болады. Мысалы, оянудың ішінде сон души дейді ғой. Человек должен накопить столько иллюзий, чтобы потом ее распознать, анықтау үшін. Тою керек иллюзияға ше. Тоймаса оңай анамайды, түсінбейді де ол қазір не айтып жатыр мыналар дейді. Сол үшін оның бірінші этаптары болады. Ояну деген полный тотальный сдача ғой, берілуі. Қазір адамдар эго берілгісі келмейді да, просто так берілгісі келмейді. И мына қарызды қарызбен жауып ұстап қалғысы келіп жатыр да. Мен айтамын, ұстамаңдар. Жіберіңдер. Оянудан алдын Алла тағала сізге тиелісі емес, сен керек емес нәрсені бәрін алып тастайды өміріңнен, болды. Голый қалдырады сен. Осыны мойындайсың да сен. Ішіп кетуің мүмкін, немесе өзіңе қол жұмсап қалуың мүмкін, или наркоман болып кетуің мүмкін, опасный жолдар бар. Сол үшін өшіреге осы этаптардан өткені дұрыс болады. Өткенде де бұны өзін өзі ішіне қаратып практикалар бар бізде.
өзүнө коётун сурактар бар. Багана мисалы саған сурак койдум го, иә оюңду көрүп турсуңба деп. Иә дейсиң, э? Значит, сен ой эмессиң го. Мисалы, мына стаканды алайык, караш. Стакан өз өзүн көрө ала ма? жоқ Если бір объект болса, соған қарап тұрған, физика бойынша айтатын болсақ, бір объект болса, оған қарап тұрған наблюдатель бар, иә? иә Көрме? А бірақ түсіндіре алмайды. А қалай бұл, мен өз ойымды көріп жатырмын. Қандай ойлар келіп жатқанын да көріп жатырмын. А бірақ сен ойланып көрдің ба? Кім көріп жатыр ол? Осының бәрін. Сен денең сезіп жатсың. Кім сезіп жатыр? Айттым ғой, бұл трансперсональная область. Ғылымдар кіре бермейді бұл жаққа. Ғылымның жауабы жоқ бұл жерде. ал Психологияның да жауабы жоқ. Ну, психологияны былай айтатын болсақ, оны олар былай айтады. Мышление, а мышление дейді. Олар да түсіндіре алмайды. түсінікті. Енді сіз бірнеше қиындықтан өттіңіз, ояну саласындасыз, сол деңгейде жүрсіз. Бірақ қандай да бір өміріңізде қиыншылықтар бола ма? Оған болған жағдайда психолог бір нәрсеге жүгінесіз бе, қалай сонда? Қазір уже жүгінбейсің. Оянған адам өмір тамаша болады. Оянған адам өмірінде бірінші подсознание жоқ болады сенде, убеждение бәрі жоқ болады. Бұл таптазасын. Потому что подсознанияны ұстайтын, подсознанияны хранить ететін личность қалмайды сенде, эго қалмайды. Оған керек қой подсознание, блоктар. Анау болады, мынау болмайды дейтін догмалар. Екінші, подсознание болмағаннан кейін сенде карма да болмайды уже. Кармический сен все уже отработал. Ешқандай карма жұмыс істемейді саған. Ол екіншісі. Потом чакра сенде, мысалы, бізде 7 чакра бар ғой там. Тамақтан былай өтетін. Кундалини деп жатамыз. Жалпы адамның денесінен бойынан өтетін энергиялар. Чакрада бұл жерде қалмайды. Бірақ чакра қалады, жүрек чакрасы, сердечный. Болды, ол да қалмайды. В общем, жалпы ең мощный нәрсесі оянған адам полный под защитой ғой. Под защитой кого? Біліп olsun, иә? Кого? Алланың защитасынан. Просто оны біреулер Алла дейді, біреу Бог дейді, біреулер исток дейді, атомын, брахман, абсолют, свет. Әркім әр дінде әртүрлі айтады. Вот. Менде дін жоқ қазір. Менің дінім махаббат. Мен бөле алмаймын адамдарды на состояние. Никак. Мен біліп тұрмын, что бәрі единый. Өйткені әр адамның личностінің арқасында бір энергия тұрды, бір сознание тұр, болды. Он просто эгосымен, личностьпен бәрі перекрывать етіп алған болды. Қандай сіздер адамдарға обучение, қандай бағыт көрсетіп жатсыз, что осы оянуға келу үшін? Мен тек қана жол көрсетушімін. Проводник дейді ғой. Бұл жерде мен авторлық бір ойлап тапқан ешқандай құқықтарым, ештемелерім жоқ. Мен артымнан ерудің де қажеті жоқ. Мен бір культ личностьқа бір демеге айналып кеткім келіп тұрған жоқ. Артымнан ергізіп там. Оянғысы келе ма, кесін практикалар арқылы бір методикаларым бар. Өзім өткен, өзім құрған, көмек берген өзіме. Соны беріп, қазір шәкірттерім де бар оянған уже. Сөйтіп жол көрсетіп жіберуге болады. Жақсы. Ал қазір қарап отқан бірнеше көрермендер бар, тыңдап отқан. Біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Біреу бар, қазір мүмкін адамдар бар шығар осы этапқа, осы оянуға жақындап қалған мүмкін. Бұл адамдар қалай білуге болады? Сол жағдайға келе жатқан немесе келіп қалған? Қандай да бір белгілері бар ма, сол жағынан тоқтап? Әрине, толық айтсаңыз. бағана айтып өттім ғой. Бірінші белгі адам тойды болды уже. Бәрін ойнап тойды уже қазір. Просто өзіңе сұрақ қой. Психологияға барғың келе ма тағы? Или ақшаның артынан қолағың келе ма? Просто интерес жоқ уже, ешқандай. Пісті деген сөз уже. Әруақтарға сенгің келе ма? Или бар, ол жақты ойнап қайтсай бір әдесін. Көрдің ба, мен осуждать ете алмаймын. Жолда бұл. Әр адам өзі өту керек жолы. Ана әруақтар дұрыс емес деп айтпен, просто жаным ашиды да, бір жаман энергетика ұстап қалмасыншы деймін. Атак ол жолды да өте бер деп айтқым келеді. Осы жақында бір
келіншек консультация алды да. И оның сол бір черный магиямен айналысты, сол жаққа кірді әруақтарға. Күйеу 7 жерден өзін жаман пышақтап өлтірген да. Адам ондайға бара алмайды да. Бір жаман энергия ұстап қалды да, көрдіңіздер ме? И врачтар да түсіндіре алмай жатыр да. Асылып қалса да мейлі еді ғой дейді да. Анау страшно өзін терзать етіп тастаған ғой, кесіп. Сол үшін кірмеңдер деймін да, ол жаққа. Не қыласыңдар? Пістіңдер ме, оянып алыңдар, іштен Алланы сезініңдер, болды. Одан артық қандай ләззат керек, мен түсінбеймін адамдарға. Не әруақ. Просто адамның ішіндегі эгосы, личності әрдайым бір кінәні біреуге арта салған оңай да. Өзінің ішіне үңіліп қарамайды ешкім. Әруақтар там ата тегі екен виноват там. Солар дұрыстасақ, бәрі дұрысталады. Сырттан іздейді да. Жауаптың бәрі ішінде жатыр, кез келген адам. Осыны ашып береміз. Ереке, осы қазір қарап отырсақ, ажырасу көп адамдарда. Осын кейбір желілерде байқайсыз, что қыз балалар айтады, бұрынғыдай жауапкершілік алатын ер адамдар жоқ дейді. Немесе ер адамдар бұрынғыдай келін болатын қыздар жоқ дейді. Қарым қатынаста бір-бірін түсініспеушілік жоқ дейді. Осы жағынан өзіңіз толығырақ түсіндіріп Ол жерде бір притча айтып берейін да, өздерің шешім қабылдап түсініп алыңдар, иә. Бір жігіт ғашық болып қалады бір қызға, қатты ғашық болып қалады. И ұстазына келеді, ұстаз, мен ғашық болып қалдым дейді. Тамақ батпайды, ұйқыда жоқ дейді. Ұстаз сол кезде айтқан екен: махаббатты таңдама, өмірді таңда деген. Жігіт түсінбейді, қалай ол біледі. Ұстаз қалай махаббатты таңдама, өмірді таңда дейді. Сол кезде ұстазы жігітке сұрақ қояды: сен қалай өмір сүргің келеді дейді. Бір мәнісі болады деп па, немесе өзің қалағандағыдай өмір сүргің келе ма деп. Мен жігіт ойланып тұрып, әрине өзім арманымдағыдай, қалағанымдағыдай өмір сүргім келеді ғой ұстаз дейді. Сол өмір сүруіңе көмектесетін қызды таңда. Сонымен не айтпақшы, ол өмірді таңда деп тұр, көрдің бе? Махаббат емес. Қалай өмір сүргің келеді деп жігітке сұрақ қояды. Сол кезде жігіт енді не істейді? Жауап таппай қалады. Жігіт білмейді екен қалай өмір сүргісі келеді. Енді бұл осы притча арқылы адамдар кішігірім ойланып, соған қарап не қылу керек та. Сол кезде ажырасу азаяды. Яғни бұл жерде қандай өмір сүргің келеді, соған лайықты адам дейсіз. Әрине, өзіңнің құндылықтарыңа қарап. Құндылық деген не ол? Құндылық деген бұл сен өзіңмен бірге ана өмірге, ана әлемге өліп кеткенше ұстайтын нәрселер ғой, ценность дейді ғой енді. Енді соған қарап жар таңдасаң, шатаспайсың да, өзің өміріңе қарап. И ол жарыңды да сен өзгертуге, бір нәрсеге ұмтылмайсың. Өміріңіз қандай жар, сондай ретінде қабылдайсың. Қандай тұлға ол, қандай личность, оның жақсы жақтарында, жаман жақтарында қабылдайсың, болды. Ал біздікілер не үшін ажыратып отыр? Махаббатты таңдайды. Оның өмірінде ондай адам болып шықпайды. Ондай роль жоқ оның сценарийінде. И сонымен конфликт басталады. Өзгерткісі келеді, ана өзгермейді. Өйткені жігітке мысалы, оның өмірінде қыз тамақ істеу керек, ана болу керек, мынау істеу керек, үйден тыныш шықпай айтқан істеп отыратын адам іздеп отыр. Бұл жерде қыздың да ожиданиясы бар да, не только жігіттің. Екі жақтық, бұл бытовой нәрсе, бұл екі жақтық іс-әрекет. Тек бір жақты айыптау ол дұрыс емес. Қыздың да ожиданиясы бар. Ол ақша табу керек, ол жұмыс істеу керек, киіндіру керек, не қылу керек, анау болу керек. Екеуінің ожиданиясы орындалмайды. Сол үшін мен негізі осы оянуда өзім шәкірттеріме айтамын да, ештеме ожидать етпеңдерші, күтпеңдер. Күткен нәрсенің бәрі именно осы үміт атып бірдеме күте бастайсың, ожидать етіп болмайды да. Ожидание 4 этаптан тұрады. Бірінші ожидание келеді, екінші адам ренжиді, огорчение келеді, үшінші кінәлілерді іздей бастайды, ожидание арқасында уже кто виноват, и төртінші жертваға түседі, болды.
Мен бағана айттым ғой, өмірлеріңе қараңдаршы, көп нәрселердің бәрі сендер күтпеген жерден келген деймін. Әлемге сеніңдер, Аллаға сеніңдер. 100%, 99 да емес. Ол жақсы білет саған не керек екен. Сол үшін оянған жақсы да. Оянуда еще подзащита жүресің. Сен жаңа листсің. Оянған адам жаманшылық ойлай алмайды. Құдай сақтасын, бірақ ойлайтын болса моментально іске асады. Абайлаңдар деймін да, ойларыңмен, өзім шәкірттеріме. Нечайно біреуге жаман нәрсе айтып жібердім, моментально орындалады. Прям. Өзің парашют сетіп қаласың. Бірақ ондай нәрсеге бармайды әрине. Өміріне де кез келген нәрсені тартып ала алады ол уже. Ол таза лист, сенде карма жоқ. Ешқандай убеждение подсознаниядан жоғарысың сен уже. Көрдің бе, личность жоқ ол жерде. Бірақ сендер қазір оянуға келатқан кезде бұл нәрселерді айта бермеймін мен. Өткен цельге айналдырып алады да, қайттан қазір. Дінде ұстанып жүрген модельді мына жаққа да құрғысы келеді да. Дінге қалай келді? Қазір мен намаз оқимын, мен ораза ұстаймын, сен мен материалдық жағдайларым бәрі түзеленеді, мен бір нормальный өмір сүре бастаймын, көп ақша таба бастаймын деген түпкі санада ниет тұр. Негізі, зерттеп қарайтын болсаң. Сол модельді қазір оянуға келіп алу мүмкін деймін де, сол үшін көп айта бермеймін бұны. Қалаған нәрсеңді тарта бересің деп. Неге қазір ойым бөлініп кетті, қалаған нәрсеңді тарта бересің, көп айта бермейтін себебім, діндегі модельді мына жаққа цельге, мақсатқа айналдырып алады да оянуды. Қазір мен оянып алам да, мен материалдық жағдайымды түзеп алам деп ше. Ондай болса ояну бесконечностьқа айналып кетеді бұл жерде. Бұл жерінде өзінің этаптары бар. Енді түсінікті болып келе жатыр. Ал қазір мында көп, Алланың осыны бір есімін оқысаң, 60 рет 70 рет сенде ақшаң көбейе бастайды дейді. Немесе жақсы жар таба бастайсың дейді. Немесе таңғы 4-терде ерте оянып, тахажжуд оқып сұрасаң, бәрі орындала бастайды дейді. Сонда жанағыңызбен тепе-тең кетіп тұр ғой. Демек, Алланың атын осыда бірінші рет айту орындалады деген қайдан келіп жатқан ақпарат сонда? Енді бұл ояну көзқарасымен айтатын болсақ, адам өз-өзін сендіріп тастайды да, орындалып кетуі де мүмкін. Неге орындалмайды? Өйткені бағана айттым ғой, ой ол код, программа. Ақыл мен ойды тоқтатып алдым да, комментировать етіп жатсын, ол вибрация. И внимание бересің, смысл бересің, ол сенің реальностің айналады. Тура ананы бағанағы айтып жатқан нәрселерді адам тура сондай қылатын болса, ол орындалады. Айтып отырмын, адам кез келген нәрсені өзі орындап кете береді негізі. Оған ешқандай әруақта, ешқандай посредникті ешкім керек емес. Ол өзі сотворец. Оның ішінде Алла тұр ғой. Любой нәрсені орындап кете береді. Кез келген нәрсе. Оның ішінде әлем тұр. Мир бәрі соның ішінде. Ол әлемде жүрмін деп ойлап жатқан шығар қазір. Жоқ. Егер бағанағы практикалар арқылы просветленияға келетін болса, оянудан кейін просветление, одан кейін там долина смертной тени, там предел деген әлі оның шекарасы жоқ нәрселер бар да ар жақта. Алланың не замыслдарын, миссиясын көретіндей дәрежелер бар. Ол жерде мен сіздерге айтайын, байқайсыздар, что сіздер бұл әлемде емес, сіздер. Әлем сіздердің іштеріңізде өткен, Алла сіздердің іштеріңізде. Көрдіңіздер ма? Моше. Осының практикалары арқылы сезініп адам келетін болса, бағана айтып отырмын ғой, мен оянудан кейін просветленияға қалай келдім. Ол кезде мен қарап тұрған зат бұл жақындай бастайды. И схлопывание болады. Бірігеді. И мынау әлеммен сенің ішінде көріп тұрған бағанағы нәрсе бірігеді, и сен экран болып қаласың, болды. Таза. И былай қарайсың, адамдарға бәрінде бір энергия, просто өздерін маскамен бөлініп алған, аттар қойып алған өздерін. Атак бірақ энергия сол. Түп жағында. Демек, не ойлап, не сөйлесең де ол вибрация, код и внимание сол қайтып әсер келеді. Конечно. Демек, осы тақырыпта ниетке тоқталатын болсақ, қазір көбінде мынандай ниет еттім дейді. Бірақ ниет еткеннен кейін де қашан орындалады, орындалмай ма екен деген іште қобалжу болады. Өткен ниеттің функциясын түсінбейді адамдар.
ниеттің функциясы күтпеу, ожидать етпеу, нәтиже күтпеу. Вот это таза ниет. Мысалы, су ішкің келді ма, алдың іштің. Вот это ниет. Сен ойлаған жоқсың қазір, мен су ішемін, су ішіме түседі, одан кейін маған мынандай пайдасын береді. Күткен жоқсың, сен алдың істедің. Осы ниет. Сен ойлаған жоқсың іштеме. Осы ниет. Түсіндің бе? Түсіндім. Бұны сезіну керек, кейбір кезде түсінбей қалады адам. Ойға, миға негізі фактылар керек, нүктелер керек. Мен өзім таң қалдым, сіздің қасыңызда отырып, ешқандай ой жоқ. Ой тоқтайды. Сұрақ та келмейді. Қоям деген сұрағың да жоғалады. Сонда сізбен сөйлесе келген адам сонда ой тоқтап қалатын болса, әрі қарай солай жалғаса бере ма, әлде оның арнайы бір сондай белгілі техникалары бар ма? Әрине бар, техникалары бар, этаптары бар. Айтып жатырмын ғой, Қайрат, мына жерден шығасың, әлемде жүріп ояну өте қиын. Ой алып кетеді сен. Қайтан отождествляться, оймен бірігіп аласың. Мен қазір сені ойды ажыратып отырмын, сен ойды көріп тұрған бір нәрсе тұр да түсіндіре алмайсың, не болды. И ой бөлініп тұр сенде қазір. Соны ой келмейді сенде. Ал әлемге кеткенде сен қайттан оймен бірігіп аласың да, сен өз бұл ой менімке, менің ойым, менің проблемам бұның бәрі деп страдать етіп жүресің. Осы моментте проводниктер керек та. Мен мысалы 2018 жылы оянғам. Бірақ мен оятатын адам болмағанда, жол көрсетіп жіберетін адам болмағанда, жүре берем де ары қарай. Тағы не істеу керек еді, қалай келем деп страдать етіп, ішімдегі ашық сұрақтардың бәрі ашық күйінде қалып қалатын еді. Өйткені сұрақ көп қой адамдарда қазір. Не үшін жаралдым? Бұл әлем не үшін жаралды? Мен не қиналу үшін жаралдым ба? Не сонда бүкіл адамзаттың бәрі тозақта әшейін жанып кете салам ба деген неше түрлі Құдайға да байланысты ойлар тұр қазір. Ішінде сұрақтар тұр, жабылмай. Ояну бәрін жабады. Айтып отырмын, бұл соңғы нәтиже. Бұдан басқа ары қарай ештеме оқудың қажеті жоқ уже. Тамаша, но мына жерде мынандай бір сұрақ туындайды Ереке. Оянуға адам арнайы бір жолмен келеді дедіңіз. Бір неше нәрседен өтіп. Бірақ қазір студенттер бар. Жас мамандар. Мамандығын алады, бірақ ол мамандық бойынша жұмыс істегісі келмейді. Немесе қалай мына мақсатына жету, тағы басқа жолдар білмейді. Өмірде мысалы мектеп класста әліппе бар ғой, оқисың, түсінесің, білесің. Заңдылығы. Ал өмірдің заңдылығын тоқтайтын болса, бар ма сол сізде? Арнайы сол заңдылығы даже оянбай-ақ осыны істеген кезде адамда мына сіз айтқанда жүрек тынышталатындай. Бар ғой. Рухани заңдар бар. Рухани заңдар бар. Оянбай-ақ сол заңдарды ұстайтын болсаң, сенде бәрі өмірде реттеледі. Бірақ қазір эпоха великого пробуждения, қазір адамдар ояна бастайды просто. Уже бәрі трещина беріп жатыр қазір. Өзің деп, былай өзің. Менен іштеме, мынау айтты екен деп іздеп жүрме, өзің жүрегіңді тыңдашы. Бәрі трещина. Сен сеніп жүрген нәрсенің бәрі уже тырс ете қалды. Иллюзия. Байқадың ба? Сенің сеніп жүрген нәрсең бәрі тырс ете қалды, бірақ түсіндіре алмайсың, бұл қалай тырсылдап жатыр. Енді эпоха великого пробуждения дейсің ғой, бұл жерде қазір жастар уже автоматом оянып кетеді. Сен өзгерте алмайсың қазір жастарды. Сен системаға тыға алмайсың оларды қазір. Олар уже оянады қазір автоматом. Енді әке-шешесі өзі догмасына жестко тығып тастамаса, жастарды тыға алмайсың қазір. Имамдардың балдары ішіп кетеді қазір, наркоман болып. Наркомандардың балдары имам болып кететін заман қазір. Сен мынандай тәрбие болды, былай болады деп. Өзгерте алмайсың қазір, оянады. Жастар қазір вообще тыңдамайды ешкімді. Ертең не болады осылай 200 жыл, 300 жыл там ғасырлар өтіп кеткен кейін өзің ойлай бер. Осы жерде дұрыс айттыңыз, қазір тыңдамайтын балалар көп дейді бір. Бұрынғыдай мұғалімдер бұрын тыңдалатын болса, қазіргі мұғалімдер ешкімді тыңдата алмайды. Тыңдамайсың сен догмаға. Просто қабылдайсың болды. Олардың заманы келе жатыр. Мына эпоха өтіп жатыр болды. Догмаға тыға алмайсың сен никак. Демек, бұрын қалған білім, тәрбиенің барлығы қазір мына ендігі келе жатқан мына поколениеде болатын болса, жастарға ол өтпейді. Өтпейді. Ал өтпейтін болса, балалар неше түрлі қазір аурумен келіп жатыр, ЗПР, ЗРР, әртүрлі ДЦП бар, косоглазия.
аутизм. Бұл жерде қайрат божественный система дейміз ғой, құдайдың жүйесі бар да, құдайдың жүйесін алдап өте алмайсың. Егер біреуде болезнь болса, оған кармаға қарау керек. Мен былай айтам ғой, мысал ретінде келтірейін да, егер сен біреудің бір затын алып қойдың да, біреудің кармасына кірдің сен или осы өмірде, или келесі өмірде сол алып қойған адамның затын қайтарып алып құтылмайсың. Сен сол қандай сезімде болды, сол сезімді сен өзіңнен өткізіп барып құтыласың. Бірақ ол адамның алдында емес. Алланың жүйесінде, божественный системада, кармада. Солай жұмыс істейді. Көрдің бе? Мысалы, сен осы өмірде өзің бала-шағаңды тастап кеттің да, и болды, мен ештемеге отвечать етпеймін дейсің ба? Жоқ, сені солай тудырады ертеңгі күні. Немесе сенің әке-шешең қайтыс болады, или детдомнан шығасың. Өмір, божественный система сені айтқызады соңына дейін. Мен енді бала-шағамды ешқашан тастамаймын дегізіп. Бұл жүйе, бұл жүйені алдап кете алмайсың. Өте ауыр, түсіндің бе? Өте ауыр, бірақ бана сіз айттыңыз, оянған адамда ешқандай карма болмайды деп. Сонда Бұл тоқтайды карма, иә. келесі бұл жалғаспайды. Ол перерождение, иллюзия болады, сен Аллаға қайтасың. Сонда мына ояну барлығының сол соңы деуге де болады да. Ояну соңы, айтып отырмын ғой, сен ойынның бәріне тойдың ба, может сен 5000 рет воплощение болған шығарсың, 5000 рет перерождаться еткен шығарсың, бірақ соңғы нәтиже адам Алланы іштен сезініп, жеке тұлғалық личность, эгоның шаңның тозаңындай қалмайтын болса, сен ораласың үйге. Ораласында сен Алламен сливаться етесің, и жанның өзі иллюзияға айналып кетеді. Тек бір Алла қалады. Болды. Мынау не? Қазір игроман, наркоман, ойынға құмар, ішіп кететін жастар көп, және ата-аналар осы арқылы қатты қиналып жатыр. Бұл да сонда кармаға жата ма? Әрине. Бұл кармический бір отработкалар. Ішкен адам сен тоқтата алмайсың ғой, Қайрат. Мешітке апар, имамдар ампулаға тіктір, Құран оқыт. Ішкен адам ол іше береді, пока өзі тоқтамайынша. Просто ар жақ әке-шешесі қиналады да, баламды тоқтатуым керек едім деп, ар жаққа апарады, оқытады, бүйтеді. Күресуді доғарыңдар, болды. Қиналсын адам. Өзі тоқтайды, или өледі, болды. Утилиға кетеді. Перерождаться етеді, болды. Енді ата-ана есебінде бала ауыр, білем, бірақ не істейсің? Спасательство бұл, өзіңді қинап жібересің. Сіздің состояниеңізде, допустим, балаңызға бір жағдай болған кезде сіздің көзқарасыңыз қандай болады сонда? Ол оның жолы, өмірі, ол оның кармасы. Әрине, мен өзімнің әкелік рөлімді ойнаймын, бірақ мен эмоционально оның ішіне кірмеймін, кіре алмаймын мен қазір. Өйткені мен просветленияға келген кезде мен айттым ғой, личность, жеке тұлғалық жоғалады адамда, эгосы жоғалады, ол екінші центрға айналады, и бұл жерде тек дене ғана қалады, болды. И қарап тұрған осы, біреулер Алла дейді, біреулер сознание дейді, осы нәрсе қарап тұр, болды. А мен просто өмір сүріп жатырмын. Өмір менің ішімде екенін түсінемін, болды. Бірақ сабақ беретін кезде мен костюм киюім керекпін. Ойын ойнап жатырмын да, үйге барған кезде әкенің рөлін ойнайсың, эмоционально кіріспей. Күйеудің рөлін ойнайсың, эмоционально кіріспей. Осындай өмір. Барлық эмоция қалады. Ал қазір байға айтыным, жауапкершілік. Іште өзінің қажет сезіну деген сезімдер қазір күшейіп жатыр қатты. Осы сезім арқылы қиналып жатқандар да көп. Мысалға айтады, жауапкершіліктің барлығын алып өзім үйреніп қалдым. Енді бұдан да қатты жауапкершілік алатын адам іздеп жүрмін дейді. Ажырасқан әйел адамнан келген сұрақ. Жауапкершіліктің барлығын алдым. Жігіттердің барлығы жақындаған қарым-қатынас тағы басқа ешқандай жауапкершілік алғысы келмейді дейді. Сонда қалай қарым-қатынас жағы? Қарым-қатынасты да бәрі цельге айналдырып алған ғой негізі. Цель емес, оған қарым-қатынас ретінде қарау керек та. Енді маған айтшы, цельдің соңы бар ма? Жоқ.
Ол мынандай күйеу қалайым дейді, оның ойындағыдай шықпайды, басқа күйеу қалағысы келеді. Дальше кетті. Ана күйеуге тиеді, ол да оның қалауынан шықпайды. Целге айналдырып алған да. Сен просто өмір сүр, өзіңнің границасын нақты ұстан, оның границасында нақты ұстан, өтпе. Болды. Өзіңе керек адамды таңда. Психологияда мынандай бар. Қыз балдарың сондай қалыптасып жатса, демек әкесімен қандай да бір связі бар, соны реттеген кезде ғана отбасына немесе өмірінде жақсы кетер жолға бастайды дейді. Оған қалай қарайсың? Қайрат, бәрі иллюзия. Мынау кармический закондардың бәрін детально түсінетін болсаң, кармический закон бар, заңдар. Закон полярности, закон резонанса, закон дуальности, рухани заңдар бар определенный. Мен бағана айттым ғой, Алланың жүйесі бар да. Сонымен өмір сүретін болсаң, сен соны білетін болсаң даже, сен білесің әлем қандай құрылыста тұрған. Бұл жерде ешқандай анау үшін, бала үшін әке отработать етеді, әке үшін бала отработать етеді деген нәрсе жоқ. Әр адам өзіне жауапты. И сен біреудің кармасына кірмедің бе, бұл өзің кармаңды орындай бересің. Карма жақсы, жаман деп бөлінбейді ол. Мысалға Карма алып бар. келсең, бір кармаға кіру дегенді осы жерде бір, что адамдар Кармический узелдарға түсіп қалады ғой қазір, мысалы, постоянно ақша жетпейді. Вечно. Узел дейді оны, байланып қалған жестко. Немесе постоянно бір проблема, күйеу келеді, кетеді, ажыраса береді. Или бір абьюзерлар кездесе береді, өңшең бір сволочтар кездесе береді, алдап кететін. Или біреу алаяқтарға жолығып қала береді. Бұны кармический узел дейді, колесо сансары. Шыға алмайды, қатты байланып қалған. Өздері байлап алған, бірақ білмей жатыр, қазір басқа жерден іздеп жүр, қалай шешсем екен деп. Әрине бұның просто бірінші анықтап алу керек, қалай бұл узел байланды. Узел байланатын екі-үш нәрсе айтып жіберейін. Бұл бірінші біреудің кармасына кіріп кетті, ол қатты осуждать ете береді сол нәрсені. сырттай сол адамды Мысалы, біреу қарызда, сен сырттан қарағанда ха-ха-ха, қарыздасың ба, не өзің басың істемейді ғой деген сияқты. И өмір сенің басыңа әкеп қойды соны. Ол бірінші кіруі кармаға, біреудің кармасына кіру арқылы, границасынан өту арқылы. Екінші рет карма байланады өзінің жұмысын атқармай жүрген кезде. Өзінің энергиясымен жұмыс істеп атқан жоқ та, жұмыс ұнамайды оған. Азынан кешкен жұмыс деп кетіп бара жатыр да ол жұмысына. Махаббатпен қарамайды. Карма жестко байланады. Ауруға алып келеді адамды. Шығу керек бұл жерден. Тағы бар ғой байланатын нәрселер. Сонда Алланың заңдылығы дейсіз. Бұл заңдылық қай жерде жазылған? Неше тақырыпқа бөлінеді? Бұны мен Алтайдың өзінен алғам, 13 заңын, ше. Алтайдың өзінен 13 заң алам. Мощный жұмыс дейді. Алтай Серікбайды танитын шығарсың, не? Да. Сол кісіні тыңдап, оның бәрі тыңдайды, бірақ түсінбейді. Мен де солай болып тұрмын да қазір. Мен де может тыңдап жатқан шығарсыздар, бірақ түсінуге ұмтылмаңыздар. Сезіну керек бұл. Осы дежавю деген бар. Дежавю бір нәрсе қарайсында, сол нәрсені екінші өтіп өтқандай боласың. Алтайдың бір подкастында болды, есіме түсіп отыр. Қараған кезде сол нәрсені қараған кезде сол жағдайда мен болсам екен деген бір ой болды да, қазір сол нәрсе келіп отыр. Осы дежавю бойынша толығырақ ақпарат бере аласыз ба? Бұл не? Дежавю бұл сенің өміріңнің сценарийларынан бірінші сценарийдан екінші сценарийға өткенінің көрсеткіші белгісі дежавю. Сен өмірің өзгеріп жатыр. Линия жизни, ветка жизни деп біреулер, квантовый скачок деп айтып жатыр қазір. Соның скачок жасағанның подтверждениесі көрсеткіші бұл осы дежавюлар. Соны скачок жасалған не өзгереді адам өмірінде? Ол жайлап перестраиваться етеді. Не нәрсеге? Адам өзінің реальності өзгеріп жатырған нәрсесі болды. Сен бұрынғы өмірде емессің уже, жаңа веткаға секірдің деген белгі. Ол адам өзі ғана біледі қандай веткаға секіріп жатыр.
даже жаңада сұрақтарды сұрап алған өзінде де еске келмей жатыр. Не сұрақ қоямын деген сияқты тоқтап қалып жатыр. Осы оянудан бастайтын болсақ, ояну процесі қанша уақыт алады? Бір күн, бір апта, бір ай, бір жыл. Егер адам піскен болса, бірден оянып кетуі мүмкін. Егер мынау поляда болса ол, өйткені поля солай жұмыс істейді да, и ол жұғады саған, и тез оянады адам. Егер адам оны бағанағы дінде жүрген модельді өшірге өткізем дейтін болса, онда ол бесконечностьқа айналып кетеді қайттан, өзі созып алады. Қазір мен оянып алам, оянғаннан кейін мен өз өміріме кез келген нәрсені тартып алам деп, это уже мақсат та, уже цель. Уже иллюзия. Ол кімге керек? Иллюзия емес, ол эгоға керек, личностьқа. Ол осы оянуды инструмент ретінде қолданып, өзінің бір материалдық жағдайын түзеулеп алам деген ойда келіп отырды ол. Оянам деген емес. Ол уже дальше алып кетті. Эгоның ойынына түсіп қалды. Қақпанына түсіп қалды, ловушкасына десем шатаспаймын. Кейбір адамдар айтады, мен ояндым дейді. Олар иллюзияда жүр ғой әлі. Кім оянды? Қалай біледі олар өздерінің оянған немесе иллюзия екенін? Жоқ, қазір мен мынау әлеуметтік желіде болып жатқан нәрселерді қарап отырмын ғой. Комментарияларды қараймын, ояндым немесе оятам деп. Басқа істеп те жүрді. Әруақтар там, немесе там ата тек бірдеме деп. В общем, қатысы жоқ нәрседе оянуды байластырып алған. Мына жерге мен келіп отырған себебім де ояну ол емес екенін түсіндіру. Ояну бұл Алланы іштен сезіну, жанды тыңдау, масканы шешу, иллюзиядан шығу. Күресуді доғару, өмірге сену, Аллаға сену, тізгінді беру. Қазір алып кетіп жатыр. Хорошо. Енді обучение қандай түрлері бар сізде, осы оянудың? Ретреттер болады бізде. Қанша күнде? 3 күндік ретриттер бар. Марафондар бар қазір. Оның ішіне не кіреді? Марафоннан бөлек, жаңа Практикалар ретреттің ішіне не кіреді? Марафонның, жаңа сіз айтып отырсыз, өзіңіздің пространствоңызда болған жақсы деп. Марафонда демек сізде онлайн болады ғой. Ол онлайн. Ал пространствода болмаса, бұл қалай бұларға әрекет етеді? Ол қатты әсерін бермейді әрине, бірақ кейбір адамдарға тек практика керекті. Олар әлі ізденіп жүр, таппай жатыр. И кейбір практикалар осы оянуға олар жақындатады. Мен мүмкіншілігім жоқта бүкіл қалаларды аралап, бәріне полямен бөлісіп дегендей. Кім дайын, ол тыңдайды, келеді ол. Оның жаны келеді. Өзі келгісі келмесе де жаны тартып тұрады оны. И ол түседі бұл пространствоға. Марафон ол онлайн болса, ол бірінші этаптар, адам сезіне бастайды, практикаларды өте бастайды. Жалпы оянуға дайындық деп айтсақ та шатаспаймыз. Ол жерде де оянып кетуі мүмкін, егер өзінің ішкі дүниесіне үңіліп қарайтын болса. Ал неге қазір отырып сұрақтар кетіп қалады ойдан, немесе былай алып кеткен кезде қарап отырып, ештеңе істей алмайсыз. Не себептен болды? Түсіндіре алсаңыз. Қайрат, мен жоқпын қазір, как жеке тұлға ретінде. Эго жоқ. Енді кім сөйлеп отыр? Сөйлеу просто бар. Оны қазір миымен де түсіндіруге болмайды, ешкім түсіндіре алмағанда ол. Высшая сила. Аль-Джунейд Аль-Багдадидің бір ученигі бар да, шәкірті болады. Осы сезімде жүреді да, и байқамай айқайлап жібереді, мен Алламын деп. И оны айтады, енді дінде жүрген адамдар бар ол жерде, сен өзіңді возомнил, неменеге сен богохульствомен айналысып жатсың, сен Алла емессің, мойында деп зынданға тастайды. Жоқ, мен Алламын дейді. Мына ощущениеде жүрді, ол мына сезімде ше, Алланы іштен сезіп отыр. Соңына дейін сөзінен қайтпай, оны не істейді?
казнить етіп тастайды. Бірақ ол суфизмде как символ, махаббат символы болып қалады. Көрдің бе? Ол өліп бара жатқанда да айтады, сендер мені өлтіре алмайсыңдар, мен өлмеймін дейді. Өлтірсеңдер менің денемді өлтіресіңдер дейді да. Ол уже мына просветление сезініп қойған ғой. Бізде просветленный адамдар болған, просто бұны айтуға қорыққан. Көп болған негізі. Бұны айтқан кезде жындысың ба дейді ғой. Бірінші. Адамға сондай ой келеді. Адам логикамен ойлай бастайды ғой бұл жерде. Бір, эгомен ойлай бастайды, екі, мынау алжыған ба дейді. Сол үшін айтпайды. Байқайсыңдар ма, бір адамдар именно просветление этапына өткен кезде, личность жоғалған кезде ше, адам өзін өлетін уақытын өзі таңдайды. Сіз таңдадыңыз ба? Мен әлі ол не таңдауға келген жоқпын. Ол өз уақыты келген кезде іштен шығады. Сен осылай күліп отырасың да дәретіңді аласың. Бәрімен қоштасасың. Сөйтіп жатасың да просто кете саласың, болды. Сондай моменттер болды. Сондай болған ғой өмірде. Қалай ойлайсың? Қалай адам сезді деп ойлайсың сол кезде? Тарихты алып қарайтын болсаң, көп болған ондай жағдайда. Адамдар дәретін алып, жуынып, бәрімен қоштасып, жатып, өліп кете салады, болды. Түсінікті. Ал бұл жерде денсаулықпен қалай болады оянуда? Енді денсаулық неден құрайды? Соның несін табу керек қой. Көп ойдан, стресстен, отождествлениядан. Енді сен стресске түспейтін болсаң, депрессия жоқ болса, аурулар да тоқтайды. Перестройка болады организмде. Сен соны тоқтатасың ғой қазір. Сен проблема емес екеніңді түсінесің. Керемет деңгей. Сен ойдың бәрін, шумның бәрін тоқтатасың. Ой емес екеніңді түсінесің. Организм өзін өзі реттеп алады бұл жерде. Болды. Ешқандай нәрсе жабыспайды. Түсінікті. Қазір ешқандай ой жоқ. Бір апта бұрында хабарласқан кезде бірнеше сұрақтар дайындадым. Осы тақырыптарды талқылаймын деп. Қазір қояйын десең сұрақ жоқ, даже ойға да келмейді. Как мистика сияқты, қазір ажықтатын отқан адамдарда қарап айтар, не болып жатыр деп. Но оны мен түсіндіре алмаймын даже оймен де. Осы орайда өзіңіз не айтасыз бір, және өзіңіздің алып қосатыңыз болса? Сен уже піскен адамсың. Сен жаныңды тыңдап отырсың қазір. Эго уже түсіп қойған. Сол үшін келмей жатыр. Егер қазір центрің эго болып тұрса, қазір қазбалайтын едің. Көрдің бе? Осылай да білуге болады уже. Көп егер сұрақ қойылмай, жан тынышталып қалды ма, бұл эгоның басылғаны деген сөзді білдіреді. Эгосы қайнап тұрған адамдар бар. Олар да қояды сұрақ, бірақ кейбір кезде олар да тынышып қалады. Потому что поле солай жұмыс істейді бұл жерде, пространство солай жұмыс істейді. И бұны миымен түсіндірудің қажет жоқ, просто сезін, іштен шыққан сұрақтарыңды қоя бер. Сонда Алланың құдіреті сондай да. Барлығын сізге қандай да бір сұрақпен, бір жаман оймен келген нәрсен бар тоқтап қалады екен ғой полеңізда. Солай жұмыс істейді десек те шатаспаймыз. Манас айтқан кезде мынандай ойлауы мүмкін ғой, оянғаннан кейін жауапкершілік деген болады, өмірге деген көзқарас болады, оларда қалай жүрміз деген кезде айтқансыз барлығын реттеп қояды деген кезде енді түсінік болып жатыр. Қалай реттеп қояды ма? Даже дайындалып келген сұрақ қойып, осылай етем деген ойдың біреуі жоқ. Енді мен бір сұрақ қояйын көрермендерге де, көріп отырған адамдарға. Осынша уақыт эго бірдемелерді қалап келді, бірдемелерді құрғысы келді, бір жетістіктерге жеткісі келді. Сол іске асты ма? Асқандар бар, аспағандар да бар. Бірақ адам қалағандай бола берген жоқ. Вот құпияң бәрі осы жерде. Қалаған бәрі бола бермейді.
болады қай кезде эгоны екінші орынға түсіргенде. Тақтан түсіресің, 100% сенесің, тапсырасың, қабылдайсың и өмір сүре бересің. Күтпейсің ештемен. Өзі орындала береді. Саған керек нәрселер өзі шыға береді. Сонда адамның құны былай қарап тұрсаң, бірақ договор ғой, нормальный бір компаниямен бір договорға отырдың, болды. Өмірде, бизнесте бәрі өзгеріп кетті. Сен оны қуалаған сайын, сен оның артынан жүгірген сайын ол қаша береді, көрдің бе? Именно оянуда осы моменттер дұрыстауға ыңғайлы да. Тотальный доверие. Қуаламайсың, личность жоқ, эго жоқ. Ешқандай бір сенің бір іс-әрекетіңнің арқасында эгоның ойыны тығылып тұрған жоқ та, бірдемесін хитрить етіп кетіп, өзінің ғана пользасын ойлап, өзіме ғана, маған ғана болса екен деп, ондай ой жоқ та, ниет түзу болады. Айттым ғой, ниет қай кезде дұрыс болады? Артында бір нәтиже күтпеген кезде. Таза ниет болады. Просто іс-әрекет бар. Ояну деген былай ойлап қалмаңдаршы, диванда жатып алдым да и бәрі орындала берді. Жоқ. Ояну деген әлемде болу, іс-әрекет жасау, бірақ күтпеу. Просто жасап жүрсің, өмір сүріп жатсың. Медитацияда да бұл жерде оянуда там бүйтіп тауға шығып алып отырудың қажет жоқ. Су ішіп жатсың ба, судың дәмін сезін. Далада жүрсің ба, қара жапырақтарға қара, ағаштарға қара, тыныс алуыңды сезін. Момент. Енді көп адамдар моментте өмір сүріп жатқан жоқ қой. Бір күніңді алайықшы, қанша процент адам моментте өмір сүріп жатыр. Тамақ ішіп отыр ойда. Машина айдап келе жатыр ойда. Тамақ істеп отыр ойда. Момент ешкім жоқ. Бала шағамен ойнап отырып ойда отыр. Басқа жақта. Ойға жерде ой әрдайым, қазір любой ойды қара, әрдайым ол немесе өткен шақта жүр, немесе болашақта жүр. Қазіргі моментте ой боламайды. Осын көптеген ғылымдарда айтады. Живи в моменте, в присутствии. Сол кезде бәрі болады дейді. Өмір қай жерде? Өмір міне қазір екеуміз сөйлесіп отырмыз. Ертең не болатынын білмейміз. Өткен нәрсе өтті, оны өзгерте алмаймыз. Осы моментте көп адамдар өзін кінәлайды. Бұл ең опасный чувство негізі. Өзін кінәлау дегенше сезім. Ең опасный сезімдердің бірі. Өткен нәрсе өтті, жібер, болды. Қалай болмады, қабылда, жібер. Солай болу керек еді, сондай шешім болды. Оны ешқандай анализға салма. Сенің сол кездегі ең дұрыс шешімің сол болды, жібер. Сен просто қазір өсіп алдың да, бір ілімдер алып алдың, басқа этаптасың развитияда. Уровень мышления өсті. Мышление деген бұл адамның түсіну деңгейі. Уровень сознания өсті. Бұл сознание деген уровень восприятия мира дейді, қабылдау. Бұның бәрі өсті да, и сен өзің болашағыңа қарап отырсың да, өткен шақтарыңа қарап отырсың да, и кінәлап отырсың. Ты же тогда первый клашка же был. Бірінші сыныпта оқып жүрдің ғой. Қазір 11-ші сыныпқа өтіп алдың да, бірінші сыныптағы өзіңді кінәлап отырсың. Кінәлама, ол кезде просто бірінші сынып. Қазір мен айтам ғой, адамдарды бөле алмаймын. Мен білем, ол бірінші сыныпта. Оның түсіну деңгейі жетпейді бұл жерге. Оның қабылдау деңгейі де жетпейді. И это не осуждается. Көрдің бе? Өте керемет. Сен просто 11-ші класстасың, 1-ші класстағы адамды қалай сен кінәлайсың? Сен білесің, әлі ойнау керек ол адам. Әлі біраз айналу керек. Перспективалардан өту керек. Мынандай болады, бір нәрсені бастайды, немесе өзінің отбасы жетіп отқан қаншама қаржысы бар, соны осындай жатқа салып көрейік деп келісетін, бірақ болмай қалады, төменге түсіп кетеді, қатты ұрыс керіс бола бастайды, іште кінәлі сезіне бастайды. Сонда бұл жерде кінәлі сезінбеу керек пе, қалай? Әрине, ешқандай қалай болу керек еді, солай болып келе жатыр, болды. Құдайдың системасы мощный ғой. Шаг лево, шаг право, айнып кету деген жоқ. Қалай болу керек еді, солай болып келе жатыр. Түсінің бе? Просто бұл жерде
айтып отырмын, бірінші класстарға қарайсың, ол оның жолы өту керек. Ол тура мен сияқты святой адам ол да. Егер мен қазір олар әлі ұйықтап жатыр деген ой келетін болса маған, мен уже оянбағам. Менде уже разделение бар. Мен уже бөліп отырмын. Мен уже өзімді жоғары санап отырмын. А мен ол жерде жоғары санай алмаймын, мен қарап отырмын адамдарға. Мен біліп тұрмын ол святой екен. Ішінде бір нәрсе тұрды, менің ішімде бар нәрсе ода да бар. Просто ол әлі өзінің ойындарын әлі толық атқарған жоқ өміріндегі. Именно осы моментте негізі оянуда қазір эго берілмейді да, жайлап духовный маска киіп алуы мүмкін. Осы моменттерді байқау керек. Ол қалай сонда духовный маска дегеніңіз? Қазіргі бар масканы ақша табу рөлінде осы оянуды пайдаланып рухани бола бастайды адам. Мен оянғам деп, мен бүйткем, мен сөйткем, адамдарды бөліп, осы ловушкаға түсіп қалмау керек. Бұған түспеудің бірақ себебі тек қана өзіңнің ойыңды, өзіңнің эгоның ойынан отслеживать ету, бақылау, наблюдать ету. Сол кезде бұл тұзаққа түсіп қалмайсың. Ол да не осуждается, ол да адамның бір жолы. Значит, ол ойнау керек дальше иллюзияға. Просто мен бір нәрсе айтқым келеді да, именно осы жолға келе жатқан адамдарға. Сендер екінші масканы киіп алып, духовный, рухани иллюзияда жүргілерің келе ма, или Алланы действительно сезгілерің келе ма деген сұрақты іштеріңнен. Обидно ғой, сонша кітап оқып, сонша жол жүріп келіп ше, таки оянбай кетсең ше, өзіңді алдап, эгоның тұзағына, ловушкасына түсіп қалып. Өкінішті да. Тағы перерождениеға кету. Хорошо, енді сезіну керек дейсіз. Енді тыңдап отырған адамдарға қазір мына өмірін сәл жеңілдететін қандай да бір бағыт бағдар көрсетіп жіберсеңіз, қаншама уақытын бөліп бізді тыңдап отырған адамға? Жеңілдететін тек қана бірақ нәрсе ғой, ойды тоқтату деп ойлайды. Негізі оны тоқтата алмайсың, ой келіп жатыр ғой. Ойда тек осы мен беретін методиканы бір апта ұстаныңыздаршы, 2 апта абсолютно тыныштық болады сендерде. Бұл ойды келіп кетіп жатқан бақылау. Сен ой емессің. Ойлан, сен аспансың. Ой бұл бұлттар. Келіп жатыр, кетіп жатыр, найзағай атып жатыр. Келе берсін, күреспе, алып тастама оны. Оны алып тастаған сайын сен о жерге отын салып жатсың, болды. Ол сол энергия, оның энергиясы сен оған внимание аударып, күресіп жатқан сайын ол күшейе береді. Күшеймей келе берсін. Жақсы ой келсін, жаман ой келсін. Ойбай, жаман ойды алып тастаймын деп күреспе онымен. Просто қарап көріп қоя бер, как аспан ретінде. Мен сен көріп тұрмын де, ойға. Айт, осылай 2 апта жүр, көріп қоя бер, келіп жатқан ойлар келіп жатыр, кетіп жатыр. Азаяды ой. Егер тіпті қатты шумет етіп жатса ойды, қазір мына практиканы жасашы, ой үнін өшіріп қалды сразу. Қазір көзің жұмда, ой келе берсін, қарап тұрсын, қатты шумет етіп жатыр. Сол ойға сұрақ қойшы, екінші ойым қандай деп. Келесі ой қандай деп. Үні өшіп қалды ма? Үні өшіп қалған бір бөлек, оны қарап отқан адам істемесе, мен көзім жұмып ешқандай ой жоқ, просто бір түстер ғана. Мына пространствода сенде ой болуы мүмкін емес негізі. Демек, тоқталатын болсақ, келген ойға кім сөйлеп тұр, кім ойлап тұр. Келесі ой қандай деген кезде, ол уже тоқтай бастайды. Иә. Жалғаспайды. Демек, ой келіп, адам сол ойға беріліп кетсе, сол жаңа сіз жақсы сөз айтып кеттіңіз, отын салған өртегенде
одан сайын адамды жаңағыдай адастыра бастайды. күрескен сайын ой күшейе береді, фантазия там. Мысалы, давайте бір нені алып көрейік. Бір жағдайда телефон көтермеді, мысалы, біреу. Көп жағдайда кездесетін нәрсе Иә. ғой. Ой келді, телефон көтермеді деген. Ақыл оны комментировать етті. Вот сволочь, значит, он меня изменяет. Кетіп баратыр фантазия. Или тағы бір нәрсе. Бірдеме болып қалды екен, там, бірдеме істеп қойды ма, қиналып қалдым, аварияға түсіп кеттің. Бір қарсаң фантазияда жүрсің. Это отождествление деген осы. И потом анықталып тұр, просто беззвучныйда қалып қалған екен. Ешқандай ештеме жоқ. Сонша энергияңды алып қойды. Түймеден нәрсені түйедей шығарып Әрине, бұл жерде практикалар көп, қайрат, оның бәрін мына жерде айту мүмкін емес, айта алмайсың. Өйткені ойға қоятын сұрақтар бар, чтобы ажыратып отыру үшін. Әр ойда. Олар бірінші этапта, мысалы, келеді, кетеді. Мынандай практикалар бар, мысалы. Бұл факты ма или иллюзия ма, ойдың ойыны ма, анықтау керек оның бәрін. Түсінің бе? Мен бұл ойға сенсем не болады деген сұрақтар бар, ойға қоятын сұрақтар бар. Ойды полностью жалпы айтқан кезде екінші этапқа түсіреміз да, қазір адамдар ойдың құлы болып жүр ғой, көрдің бе? Ана екінші этапқа түскен кезде, жалпы айтатын болсақ, ой сенің құлың болады да уже. Эгоң сенің жұмысшың болады. Рульді, тізгінді, чистый сознание өз алады. Сол қазіргі уақытта өмір сүріңдер деген медитация беремін да мен көп адамдарға. Керемет, мына техника өзіме ұнады, және өзгелерге де осы таңдап отқан адамдарға да ұнайды деген ойдамын, және болып жатқан неше түрлі ойлар тоқтатуға көмектеседі. Егер сіздерге көмектесіп жатса, осы видеоның астына өзіңіздің пікірін жазып кетсеңіз болады. Қалай пайдаландыңыз және қандай жағдайлар сіздерде өзгеріс болып жатқан. Сізге рахмет.